Астана қаласының ұлттық академиялық кітапханасындағы балалар оқу залында өткен болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы аясында елордамыздың 20 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылған отанымыздың жүрегі, еліміздің тірегі Астана атты мерекелік іс-шара өтті. Астанам бақ ошағым, түп қазығым, айналған бар қазақтың тірегіне. Аталмыш шарада кітапхананың жас оқырмандары өз өнерлерін ортаға салды. Екі жыр жазсам саған бірін арнап, ана деп жазсам алай сөз басына. Ұлттық кітапхананың басшысы Нұржан Нұрланұлы жас талант иелерін мерекемен құттықтап, іс-шараға белсене атсалысып, өз үлесін қосқан балақайларды алғыс хатпен марапаттап, сыйлықтарын тарту етті.